Қуаныш Мирас жоқ, иә? Қалғандары Жарыс Қайретті. Олардың босату бұйрығы бар, иә? Жақсы. Мұхаммед Нұрмұхаммед, жақсы. Енді сіздермен бірге сергіту сәтін өткізейік. Бір-бірімізге көрші отырған адамға тілек жазайық. Рахмет, Шыңғыс маған тілек жазды. Тілек жазып болдық па бір-бірімізге? Болдыңдар ма? Жақсы. Енді келесі бөлімге көшейік. Үй тапсырмасын тексеру. Мен сіздерге алдыңғы сабақта біз тақауи ақпаратты кең ауызды шығармаларын толық өткен болатынбыз, иә? Нәтижесін енді сол туралы үй тапсырмасы берген болатын домбыраның, қобыздың немесе күйдің шығу тарихы туралы. Рахмет. Мен Адай күйдің шығу тарихын жазып келдім. Жақсы. Адай күйі. Құрманғазы жолаушыларға келе жатып, бір күні бір адайдың үйіне түседі. Үй ішінде шам мен кемпір болады. Қай жерден қай елден келе жатқаны, өзінің той барғанын Құрманғазы тойында таныстырып, өзінің Құдай екенін айтумен тоқталады. Тақтырып бірнеше күн жатқызып, қонақ етіп, сый құрметпен аттандырады. Осылай Адай күйі алғаш рет Ақмолайдың еліне шырқалады. Адай күйінің шығу тарихы туралы айтып берді бізге. Рахмет, отыра ғой. Тағы кімде қысқашасы бар? Недегі? Домбыраның тарихы. Жақсы. 19 ғасырда қазақ халқының тұрмысында анағұрлым кең тараған музыкалық аспап екі ішекті домбыра болды. Өзбектердің домбыраға өте ұқсас екі ішекті дутары алғаш рет Аль-Хусейнидің музыкалық канон деген трактатында ауызға алынды. Оның бастауы түрі мен құрылысы қазақтың домбырасынан алмайды. Осындай аспаптардың ұқсастығы да олардың түпкі шығу тегі бір екенін көрсетсе керек. Қазақтың халық аспабы домбыра 16 ғасыр жазбаларында кездеседі. Өткен 100 жылдықта ұлы халық композиторы Құрманғазымен бірге Дәулеткерей, Тәттімбет, Сейтет, Байсерке, Қазанғап секілді күйшілер дүйім жұртты аузына қаратқан еді. Бұлардың бармағынан бал тапқан майталмақ домбырашы болуымен бірге нелер бір ғажап күйде шығарған шын мәніндегі өнер иелері тын. Домбыраның техникалық мүмкіндіктері артқан сайын домбыра тарту өнері едәуір өрге басып байи түсті. Жақсы, рахмет. Қалғандарыңызды жазып кеттіңіз, иә? Енді өткенді қайталайық. Сіздерге өткен тақырып бойынша сұрақтар қояйын. Бірінші сұрақ: тақауи ақтан қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. Жақсы, дұрыс па? Келесі сұрақ: тақауи ақтандың шығармаларын атап беріңіздер. Тақауи ақтановтың «Түйемізі», «Махаббатымыз», «Әке мен бала», «Күшікке», «Арыстың испанасы» сияқты шығармалары бар. Өткен сабақтарда біз қай әңгімесін оқыдық? Түйеміз әңгімесін. Жақсы. Енді бізде осы жаңа айтып кеткен кейіпкерлердің ішінде Жаңыл деген кейіпкер бар. Жаңылдың портретін кім айтып береді? Жақсы, Асылбек. Жаңылдың портреті жасы 17 жас аралығында қар. Дәптеріне қарасаң болады. Қою қара қасты, мөлдір қара көзді, қара тор, сұлу қыз. Қара торы сұлу қыз екен, иә? Яғни сол күйші Жаңылдың сондай сұлу бір бейнесіне ғашық болған екен. Өткен сабақта біз Жаңылдың бейнесін анимация арқылы көрген болатынбыз, иә? Тахауи Ахтанов
ғарышкер ай жалпы космос астрономия тақырыбында бүгінгі біз өтетін жазушы фантастикалық тақырыпта әңгімелер жазған жазушы екен. Көбінесе астрономия бағытында әңгіме жазған жазушы екен. Осы суреттерді естеріңізде сақтап алыңыздар, сабақтың соңында керек болады. Ең бірінші бүгінгі тақырыбымыз Жүніс Сахиев. Жүніс Сахиевтің шығармашылығы және өмірі. Медина, оқып берсең. Жүніс Сахиев 1950 жылы 1 наурызда оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Алмалы ауылында туған. Асылбек қай жерде дүниеге келді? Алмалы ауылында. Оңтүстік Қазақстан облысы ауданында дүниеге келді. Еңбек жолы туралы Алия оқып берсең. Еңбек жолымыз бұл Қаттырақ, барлығы 1960-1977 жылдары Телеграфшы Алматы қаласы автономды телефон станциясы. Жүргізушісі. Қысқа толқында жұмыс жасайтын радиостанцияларды радист. Қазақ КСР қызметінде ауа райын Бақылаушы қызметін атқарды. Келесі Алия, Қазақ мемлекеттік университетінде басталса. Қазақ мемлекеттік университетінің бітірген 1977-1980 жылдары мерзімді баспасөзде аудармашылық қызмет жасады. 1980-1986 жылы Рауан баспасының редакторы, 1986-1988 жылдары Қазақ КСР баспа полиография және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік комитетінде аға редактор, 1988-1999 жылдары Қазақ экспедициясы бас редакциясында редактор, аға редактор, жетекші, ғылыми редактор, бөлім меңгерушісі, астрономия, геодезия қоғамының толық мүшесі 1994 жылы. Жақсы. Яғни Жүніс Сахиев тек қана әдебиетке үлес қоспаған, физика, астрономия, астрофизика салаларына да өзінің үлкен үлесін қосқан екен, иә? Келесі ақпаратты бізге Гүлназ оқып берсең. Агаев пен Чурганин 9-10 сыныптарға арналған астрофизика 1994, Екібас 1996, Үшбас 1999 жылы, Левиттаның астрономия 1998 кітаптарын қазақ тіліне аударды. Шеңберді тесуі кітабы үшін Қазақстан жазушылар одағы Жандос атындағы әдеби сыйлығының лауреаты болды 1994. Жақсы, Бекназар қандай сыйлықтар алды? Қандай? Қазақ тілінің аударған кітап үшін Қазақстан жазушыларының алдыңғы жылдарының атындағы әдеби сыйлығының лауреаты болды. Жақсы. Осындай алған жетістіктері бар екен, және де байқасақ аудармашылық іспен де айналысқан екен, иә? Енді шығармаларын Тоғжан. Кеңістік көшпенділері сериясы мен тіршілік ұясы, борыш, шеңбердің түйісуі, көктен кеткен көшпенділер, Марстан шыққан жаңғырық, қимайтын әлем, жолдыңға көшкен ауыл, космо-тарих куәсі, су әлемінің саздары, жасампаздық қиынында атты ғылыми фантастикалық романдарды жарық көрген. Яғни негізгі шығармаларын жазу бағыты ғылыми фантастикалық, иә? Енді дәптерімізге өмірін конспект ретінде емес, кластер түрінде жазайық, иә? Кластер туралы бәрін білеміз ғой, иә? Сіздерге 3 минут уақыт барлық емес, негізгі ақпараттарды дәптерімізге жазып алайық, иә?
жатады. Яғни бұдан біз не түсінеміз? Яғни толыққанды қиял түрінде емес, ғылымға негізделген, бірақ әлі іске аспаған жаңалықтар бірге ұштасып жатады дейді. Мысал үшін, болашақ туралы жазылған, жазып алыңдар ережесін. Мысал үшін, мына суретке қарап не көріп тұрмыз? Бұл суретке қарап қандай әңгіме құрастыруымызға болады? Фантастикалық әңгіме. Айда су жоқ. Болашақта болуы мүмкін деген сияқты. Немесе? Өте дұрыс, өте жақсы идея. Яғни мүмкін болашақта адамдар жерден айға барып ұшып, айда тұрақтануы мүмкін, сол үшін өсімдіктер өсіп жатыр деген ой, иә сенікі? Жақсы, тағы кімде қандай бар? Өсімдіктерді зерттеп көріп жатыр айда. Мүмкін айдағы жағдай бар, иә? Жақсы. Енді сіздерге қазір Жүніс Сахиевтің өзін көрсетем. Яғни жазушымен таныссаңдар, қандай адам, өмірде қандай болған екен, жазушының өзін көрсеңдер. Яғни бұл энциклопедияда негізінен қазақ астрономиясы туралы ақпараттар жинақталған екен, иә. Енді астрономия демекші осы жұлдыздарға, айға, аспанға қатысты қандай тыйымдар немесе салт-дәстүрлер білесіңдер? Айға, жұлдызға қатысты. Ай бетінен Жақсы, айды бетінен сүрмеу керек, тағы? Жеті қарақшы. Жеті қарақшы не үшін керек? Жолды болжау. Иә, тағы? Қандай кейін шолпан жұлдызы бар. Қалай? Ағайын жұлдызы бар, иә? Құс жол туралы білеміз, иә? Жақсы. Тағы айды қолмен көрсетпе деген бар, иә? Яғни қазақтың тыйымдары. Жақсы. Енді сіздерге тапсырма болашақта Алматы атты ғылыми фантастикалық жанрдағы әңгіме жазып көрейік. Жаңа біз ғылыми фантастика туралы өттік, сол жанрға ұқсатып, болашақта Алматы атты ғылыми фантастикалық жанрда әңгіме жазайық. Қазір сіздерге сурет көрсетемін. Көз алдарыңызға елестету үшін осы суреттерге қарап, бір сөйлемнен жазып шықсақ, иә? Уақытты кетірмей. Қайсыңыз бірінші қатардан бастайық, иә? Бірінші қатардан бастап көрейік. Тақтаға жазып шығар, иә? Сонда сіздердің бір сөйлемдеріңіз жинақталып, бір қысқаша әңгіме оқиды. Бір-бірінің арасында мағына болсын, иә? Бірінші шыққан адамнан келесі адам ойланып отырсын. Әлемдегі ең өте басқалары бар, соны қолға. Ғылыми фантастикалық сурет ретінде алдым. Болашақта осындай болады дегенге сенесіңдер ме? Қандай осыдан тура 1000 жылды ары алыпсың, иә? Жақсы, келесі тоғжан қандай сөйлем жазуға болады? Орнынан терезеге ұмтылдым десем. Иә, болады. Қазірдің өзінде де ұшатын машинелер шығып жатыр, иә? Мысалы, Тесланың өзін алып қараса қандай дамыған машинелер, иә?
Uyqudan oyansam 3022 жыл екен. Орнымнан атып тұрып терезеге ұмтылдым. Менің есімдегі қарт Алматының ізі де жоқ дейді. Яғни терезеден қарағандағы Алматының бейнесі туралы айтты, иә? Жақсы. Ахмет, сен қандай сөйлем жасайсың? Шат бөлмесіне жан жақтындағы роботтармен әңгімеміз өте қызықты шықты. Бұның тақырыбы енді болашақ Алматы емес, консула бастағандай болашақ Алматы 3022 деп дұрысырақ болады, иә? Енді қорытындылай келе, сіздерге үй тапсырмасы. Осы жаңа фантастика жанрында әңгіме құрауды үйрендік, иә? Енді өздеріңіз үйден, бұл тақырыпта емес, өздеріңіздің ойларыңыз бойынша фантастикалық жанрда бір шағын әңгіме құрып беріңіздер, иә? Сосын айдағы жарыстық әңгімесімен алдын ала кішкене танысып алыңыздар. Келесі сабақта соны оқимыз. Енді сіздермен кел байланыс жүргізуге тиістес. Ана жерде сіздерде ұшатын ракета тұр. Келесі сабақта біз айда жасырынбақ ойнау үшін айға ұшуымыз керек. Сол үшін ракетаға өздеріңіздің бүгінгі сабақта ең негізгі алған 3 маңызды ақпараттарыңызды және де қиындық келтірген 2 мәселені сабақта ұнаған бір аспект туралы жазып жапсырсаңыздар. Сабақта ұнаған бір бөлімі. Мысалы, әңгіме құрау бөлімі ұнады ма сіздерге? Немесе видео көрген бөлімі ұнады ма? Сол туралы жапсырсаңыздар.
суретке де жазып қоямын. Арттан осы оқығандарыңыз бойынша, үй тапсырмасы бойынша сіздерді бағалаймын. Секунда жасырасың. Ай. Nani?